Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді етті бәліш жасайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен табамызға қаймақ, ерітілген сары май салып араластырамыз. Әрмен жұмыртқамызды, шай қасық тұзымызды салып араластыра отыра, електен өткен ұнымызды, қопсытқышымызды қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмасына мен тартылған ет пен картоп, пияз, дәмдеуіштер пайдаландым. Сіздер өздеріңіздің талғамдарыңызбен таңдауларыңызға қарай қалаған басқа да өнімдермен алмастыра аласыздар. Дайын болған қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Біреуін үлкендеу, екіншісін кішірек қылып. Противенге салғанға ыңғайлы болу үшін пергамент қағазына кішкене ұрпақ сеуіп, қамырымызды сол жерге жаямыз. Жайылған қамырымызды противенге салып, ішіне салмасын саламыз. Салмамызды салып болған соң, үстіне екінші қамырмен жауып, жан-жағын, яғни шеттерін әдемі етіп бекітеміз. Бәлішімізді видеодағыдай кесіп қоямыз. Пеште қамырымыздың беті жарылып кетпес үшін.
Жұмыртқаның сарысымен кішкене сүт араластырып, бәлішіміздің бетіне әдемілеп тұрып жағамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай әсемдесеңіздер болады. Мен кунжут пайдаландым. 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Етті бәлішіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дина. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тағы да дәмді рецептер мен пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын.